Ассаламуалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Мен ана екі саяқты алып кетейін деп келдім. Мына жерде тағы бір саяқ қосылыпты. Мынау 4-5 жастық айғыр ма, мынау неше жастық бар екен. Божа, Нурик болу керек мынау деген. Соға мынау қалатын шығар, мына сол екеуін айтып кетемін. Кешегі алып келгенді қосамын барып. Қораға бір-екі күн бірге қамап, или бір күн ба үйреніп кетсін деп. Осы үйдің қасында жүр екен, алыста емес. Үйдің арқа жағында. Сондай жағдай. Аяқтарды сауын қарап жүрем, денсаулықтарын қарап жүрем. Сол айдап кету керек. Божа, божа. Соқ кеттік ал. Уху. Bismillah. Екі бөліп бұлай қашып тұр. Анау қашып кетті. Қашты өзі бөлік. Скримда әлемде айдап кетті. Қора қамадық. Санжар үлгеп шығармай қалды. Ет жақып кетті. Ана жирен бар ғой. Мал десем мал оны. Құлақ асқан үйді білет. Барда салыс керек кетті. Анау шауып қашып. Осы ет жібетін мал оны. Жиырма тетті қазір ғой. Осы атсаң кетті осы қазір. Міне. Мынау 4 жаста. 3 жасқа келіп жатыр. Мынау 2 жаста. Көрді ранмерлер қандай екен. Жақшылу. Міне, Аллахқа шүкір қамадық. Ауыздық жүрді, судан өтіп бұл ару өтке қарай. Сол осы қазір қорат тұрады. Сауға үйренсін, саулар нормально сияқты. Құлын деген шауып жүр ғой, құлын ақтан ян дейді. Өзі слабы жүреді деді өзім-өзі. Мынаған қарасына айыр жүр ғой. О, ішіп жүрген сияқты құлынның. Сол себептен ішіп жүрген сияқты, бұл шауып кетті мынаның арасында. Жылқы үйірді жүрген сияқты сезініп тұр. Құлын деген осындай жем салып қойған, жем жемеген ба не? Ана жем салып қойған шамалы отырып кетті. Бір жалап жатыр екен ғой. Жеген ғой. Табырасы міне осы басылыпты ажы. Үшінде ажы табырасы. Сол бұйыртса ертең жіберетін барын бүгін бауыр бассын бір-біріне үйренсін. Шөп салып қоямын шамалы соңыра. Жем берерім, үйретерім шамалы. Сол жағдай осындай. Шүкір Аллаға, бұларға жаңа су беріп, жаңа құдықтың астына айдап, шелекпен су бердім. Су ішіп алдым, қазір бұларға шамалдан кейін жем берем. Жем бергеннен кейін шамал шөп жегізем. Бұқарадан салам ба, анжеға жөріп қоям, білмейтірім. Не, жаңа ақ бұйыр. Қанымыз артынан осындай бұқ түскенде құртысты бұзыл бұрды. Бұл жерде де құтса жылан сияқты құртысып тұр. Көрінді ме сіздерге? Шербей. Сол Алла қарсы кеше еккеміз түсіп жатыр. Кеше егіп едік, сол түсіп жатыр аман есен. Қазір жем берем. Жем бергеннен көрінеді. Бірге жем жеп үйренсін. Сосын шөп жем, сосын таңасырақ қоям бөлмей тұрым. Таңғы намаздан кейін алып жөріп қоятын бірге. Шама уақыт салмай жүреді ғой, бәрі саудан босатамын ғой. Бір ауызды бірге жүрсін деп. Ассаламуалейкум, қалайсыздар? Бүгін келесі күні. Бұларды шығарып кез сұрғым кеттім. Міне үшеуді тұсаулап, екеуінің тұсауын жаңартып жібердім. Сол таңастырып қойдым екеуін. Құлазға мен жеріңді. Сол бұйыртса кетеді. Қасындағы үйреніп кетсе жарайды. Сол шығартсап жатырман. Бұйыртса күйжен olsa жасалып кетереді. Неге жайлау қарай шығар жүремін ойлағам. Көкшөпке таласып жатыр болса. Маланың арасында көкшөп құны. Жайлап айта жүрейін.
кетіп барды жайлап. Так, мына жерге тастап жатырмын. Или айдап тастайын ба білмей тұрмын. Мына жақтарында саяқ бар бұл қарай. Мына жерде ойық бар, ойықта шөптер бар. Жайылып жатыр ол жерде. Шөп бар мына жерде жайылып тұр. Шамалдайын бір сағаттайын айнап білейін бе екен, соны ойлап тұрмын қазір. Ана жақта бір 7-8 саяқ жүр. Соны қосып кетпесін дегенім ғой. Жаңа екеу қосылған емес, мына қосып шықпай қалар. Сондай жағдай. Шамалдайын айналып келерім. Бір жарты сағат, бір сағаттан кейін сонда қарарым. Сіздер алыстамаңыз, лайк бас, коммент жазып қойыңыздар. Сосын нелерді қарап қайтамыз, ақбақайды, ойқыны қарап қайтамыз. Міне 2 сағаттан келдім. Бұлар жайлауға шығып тұр екен жүре. Шөп жеп жайылып. Бұл жайылмай тұр ғой. Осылай үйреніп кетсе жақсы бар еді. Осылай жайылып күй жинап. Ақбақай, артқа ақбақай қайша алдына арқан қиып ауыртып болған сияқты. Сол жер ауырып тұр ма екен. Үйде неге свет жоқ десем, жақта ремонт жасап жатыр екен. Сіздер көріне ме көрмей ме атырау жарық. Мына ауылдың саяқтары арқанда ауыл тұрған сияқты. Мына Аллахқа шүкір. Осылай жайылып тұр, осылай айналы жайылса. Бұлар дейтін, қазір ақбақайға барамыз, себебін айтам, бұлар мына жаққа ықсып келген. Бір-бірін ықстырып жүр ғой. Анжеден ақбақайды бойка ықстырады. Бойканы ақбақайды, ақбақайлар да бұның ақбақайлар айғыр, бұна құлақ асқаларды ықстырып бұл жаққа айда жүрген ғой. Бұна даңғыраты. Құлақ асқа сатылады жігіттер. 450-400-ге бер жүрем ал. Аканчай 400-ін сүрмейм алатыдан болса. Нағыз не болса күзге дейін шыдай, күзде көреміз. Күзде өшім сатылады. Күзге дейін алатын адам салып қалыңдар. Күзде қымбат болады бағасы. Sonra тағы бір кешке қарап кету керек, неге шөп жемей тұр екен. Сол кеттік ақбақайды қарап келейік. Ақбақай жақта жаңалық бар. Өшім 2 жаңалық бар, біреу жақсы, біреу жаман. Өшім соған басты кеттік. Ақбақайға келіп тұрық. Мына ақбақайға қараңыздар, осы үйір жайылып тұр. Бас азайық болған, 2 тұсаулы жоқ. 2 тұсаулы дейтін қашқын болып қашып кетті. Төркінінде қашып кетті, төркінінде. Алдында бір летте біздер жылқыға шықтық. Сонда ана суық төбеден қарап тұрып бинокль лақтырсақ, 2 тұсаулы жылқы, қасында бір несі бар, жабағысы тайы бар. Басып батыр ғой, сағыз мен екенін біліп қалдым. Айналып келіп әкеліп қосып қоямыз оған. Соны 2 күнде жүреді қастарына бірге. 3-ші келіп қарасам жоқ. Сразу басым жиренағы жорикке бірінен көк бие бәрін бөліп алдым ғой. Ішкі ойда жүретін. Бірге жүр ғой үшеуі. Құла өзінің несімен кетіп қалған, таймен. Жорғаш тайымен. Күрең жүр. Бір алғызма күреңнің баласы қалып қойған, ортада еркегі бар. Алаң артын тұр ғой. Сол көшім жалпы айдасам айғыр айдатқызбайды. Дедім. Ақбақайға бұл қызық болмаған олар. Ол күйліп тұрған жоқ, ол сүйіліп секірсе. Мына байтал, көштің байтал қыс бойы жемдеп, шетте тұрған баптап, өзінің айғырларына қосады ғой. Айғыр тістеп қуып жүрген ақбақай қағып алады. Ақбақай қағып алып, қайырып қосып алды дейді жібермей. Көшінікі бірге жүре беретін болады. Сосын кеше видео жіберді, не істеп жүрген. Үстіне мініп секіріп жіберді. Беретін бер жүрді, беретін ақбақай. Болды ғой, шеде қалады осы үйірді. Бергесін. Ақбақай үйірді жақсы ұстайды, иншалла ұстап тұр ол. Ол бір тәжірибе жетпей атқан бар. Саяқтарға үйреніп қалған. Сосын және 2 жаңа бие. Өзімде қателіктерім бар, бірақ енді сол қосып жібердік онда. Несінде
250 метр олар. Мен сосын жана ертең бұйыртса соларды қамаймыз. Олардың тұсауын кесіп тастайын да. Сосын сол жерде жүре береді. Бұйыртса құлындағаннан кейін бері аламыз. Ана құла биенің несін ұрғаштайын білмеймін. Алып келіп мына өзін қосып жүремін ба, көре жатармыз оны. Или сол братала бір бөлгенде бөліп алам ба. Брата бөліп алғанда бір жақсы сияқты. Көре жатармыз, я. Сөйтетін шығармын. Осындай жағдай. Сол мына жерде жайылып тұр. Мына жақты өзінің өрісі ғой. Неге мына жаққа қысып келді Ақбақай? Ақбақай қан жақта жүрді. Ана жерде Бойко жүр. Бойко келген. Бойко, Ақбақай бірге жүрген кезіндегі құлағасқа өзі возрастымен үйір ұстап. Сол қазір Бойконы қарап қайтамын, сол бақта жүрмей екен, алдында сол бақта жүрген. Сол қазір дейтін 6 бас болып жүр. 6 бас болып жүретін болады әзірге дейін. Ал кеттік. Суық түйен қасаң еттім, бұл бер бетінде, ар бетінде палуандар жүр. Азамат брат жүр. Бауыржан брат бекен. Киімі денесі келмейді. Сол ма? Суық түйен төбесін тұр. Мына осы жерде Бойко жүретін еді. Жоқ қой. Қазір қарап қайтарымыз тұрсақ. Жылқының бер жаға бойында. Көктан деген жерге мына жерде құлын тұр қой, бейелі. Суда батып қалды ма, білмеймін. Шомылып тұр ма? Мына үйір жылқылар. Міне Бойко мұнда тұр. Ар жағында үйір тұр ғой, Бойко. Санаған жоқпын, санап жейін қазір. Бір қолда телефон, бір көзі бинокль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 бас түгел. 3 қылын түгел. Түгел бәрі. 3 қыл кетіп жатыр. 3 қылын түгел. Алхамдулилля. Жылқылар үкіді ма? Суда тұрғандардан мазалап тұр ма? Септірген суда. Ара кетіп жатыр, жылқылар бәрі жаға қашып кетті. Суда тұр бәрі. Шеде тұр, жек кетіп жатыр жылқылар. Осылай. Осылай шығып қайттық. Сағат 11 болып жатыр. Қазір sonra бұйыртса жерін айғырға барса барам, бармасам саяқтарды қарап тексеріп қайтатын боламын. Ассаламаңыздар, лайк бас, комментарий жазыңыздар. Міне осындай қазір жылқының бәрі суға келетін болады. Су әлі дұрыс келген жоқ, енді бастап келіп жатыр су. Майдың 9-10 айдың келеді су. Машалла, сағат 7:30 болды. Келіптім арқа бойында, біздің үйдің арқасында жапырықтың. Сол жерде суда тұр екен, құлақ асқан көріп қалдым. Жайылып жатыр. Мына жерде сая жүр екен. Осыларда ойлап қалдым, құлақ асқа көрініп тұр ғой, мынау басқа екен. Қосайын деп жатыр ғой, өзі қосылмаған жақсы еді негізінде. Қосылғанда мен проблема бөлініп қалады мыналар. Буыры бөліп қалама деп қорқасың ғой. Уайымдайсың деген. Міне осылай үйлесіп жатыр, осылай үйлесіп кетсе Аллахқа шүкір. Міне болды, осы видео осылай аяқталады. Бұйыртса алғарақ видеолар күтіңіздер. Лайк бас, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Баршаңызға ассаламу алейкум. Амандықта кездескенше аман болыңыздар.